реформалар алдымен қоғам және парламентте талқыланатын болады. Мемлекеттік меншіктегі жоғары оқу орны, колледж, мектеп, балабақша, оқушылар сарайы жекешелендірілмейді. 500 мың педагогтың жалақысы ел экономикасының дамуымен қатар өсе береді. Балабақша педагогы білім беру ұйымының басшысы мен мектеп кітапханашылары үшін еңбекақы төлеудегі теңсіздікті жою қарастырылып отыр. Біз 2028 жылға дейін 2-ден 6 жасқа дейін балаларды, барлық мұқтаж отбасыларды 300 мың жаңа орыннан тұратын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарымен қамтамасыз етеміз. Осылайша мектеп жасына дейінгі балаларды толық қамту жүзеге асырылмақ. Біз 100 мың балабақша тәрбиешісіне жүктемесін дамыған елдердегі жүктеменің орташа деңгейіндегі, яғни 2 есе төмендетеміз. Алдағы 5 жыл көлемінде 1.200.000 ыңғайлы оқушының орнын құруға қол жеткіземіз. Апатты және 3 ауысымды мектеп мәселесінде толығымен қараймыз. Партияның сайлауалды бағдарламасы толығымен шешеді. Еліміздегі оқушыларымыздың басым көбі тек 1 ауысымды оқуға көшеді. Жөндеуде және заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге қоса алқыда еліміздегі 3000 мектеп толықтай жетілдіруден өтеді. Балаларды интернатқа тасымалдауға арналған мектеп автобусын паркі толығымен жаңартылады. Біз балабақша, мектеп пен колледждерге жан басына шаққанда қаржыландыру нормативін арттырамыз. Бұл педагог пен техникалық персоналдың біліктілігі мен жалақысын өсуін, білім беру және әлеуметтік қорғау саласындағы материалдық техникалық базасын күшейтуді қамтамасыз ететін шаралар. Құрметті оқырман, сіздерге сайлауалды бағдарламаның түйткілдерін барлығын түсіндіріп өттім. Өздеріңізге мәлім, өздеріңіз естігендей, білім саласындағы қызметкерлердің, медицина саласындағы қызметкерлердің, жалпы балаларымыздың біліміне, жан-жақты дамуына барлық аспектілер қарастырылған. Сондықтан алдағы келатқан 19 наурыз күні сайлауға қатысып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір кісідей аманат партиясын сайлайық. Баршаңызды сайлауға шақырамын. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Нар тәуекел. Сау саламатты болыңыздар.